аркылуу көмүр жагабыз. Сол себепті не қосамыз, мотор қосамыз, оның бәрі ертеңгі күні қатып қала ма деп қорқасың. Мынандай свет мәселесі де бізде ең бірінші мәселе ғой. Әрине. Одан кейін су, ауыз су ол біздің денсаулығымыздың кепілі. Сіз бөлдіңіздер, мен сіздің өзім сөзімді сізге досконально толығырақ жеткіземін. Сол себепті мысалы сіздер жаңа тарифтеріңіздің электр энергия елді мекенден көрі 15 теңгеге артық болып отқан сол себепті. Көрдіңіздер, тасымалдаушылардың бәрі жекеменшік, электриктерге жекеменшік. Солардың бәрін жалақысын шығару үшін кезінде қарастырылған. Ол негізі біз елді мекеннің шегіне кірмегендіктен сіздердің аймақтарында біз сіздерге бюджет тарапынан ешқандай құжат жасай алмаймыз, жәрдем жасай алмаймыз. Бірақ соған қарамастан да мысалы бізде жаңа 90 датчамыз бар еді ғой, бір кезде свет өшіп қалады, бір кезде су болмай қалады. Сол себептен біз өз тарапымыздан электриктер жібереміз, егер бір өрескел бұзушылықтар болса, су шықпай қалса, жаңа уақытша су тасумен, жаңа су тасығыш көліктермен сондайлармен ғана көмектесіп отырмыз да. Мысалы сіздер дачада тұрасыздар, сіздерге ешқандай мемлекет тарапынан көмек болмайды деген сөз жоқ. Қолымыздан келгенше көмектесеміз. Бірақ енді бүгінгі күнде сіздерді біз елді мекенге кіргізуге жұмыстарымызды қарастырып жатырмыз. Өйткені ең үлкен кемшілік жаңағы белгіленген елді мекеннен сіздер шамамен 10-20 километр қашықтықта орналасқан, сол бізге бүгінгі қиыншылықта тұрып жатыр. Ал елді мекенге жақын жерлердікі бәріміз бүгін граница шекараларын бекітіп елді мекеннің несіне кіргіздік жаңағы.